Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы деректердің жайылып кетуін қалай қадағалайды? Толығырақ цифрлы Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Киберстра жүйесін құру барысында әзірлеушілер өздерін хакерлердің орнына қойып көрді. Компьютерден ақпаратты ұрлау үшін шабуылдаушы қандай қадамдар жасайды? Мессенджерлер, электрондық пошта, бұлтты деректерді сақтау — бұл мүмкін деген нұсқалардың бір бөлігі ғана. Батыржан Шахмановтың командасы жан-жақты қарастыруға тырысты. Ұлттық тестілеу орталығының құпия болып саналатын ақпараты қалай қорғалады? Из того, что в Национальном центре тестирования. Ұлттық тестілеу орталығында ұлттық бірыңғай тест сұрақтары сынды құпия мәліметтер әзірленеді. Мұғалімдер, студенттер мен түлектер біліктілігін арттырады. Мұнда өте көп құпия мәліметтер сақталған. Сондықтан киберстраж жүйесі алдымен аталмыш құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді. Олар осы ұйымнан тысқары таралмайтынына кепілдік береді. Тест тапсырмалары мен ұлттық бірыңғай тесттің дұрыс жауаптары құпия ақпаратқа жатады. Киберстраж жүйесі тәулік бойы материалдардың қауіпсіздігін бақылайды. Жүйе тестілеу орталығында сақталған әрбір ақпаратты қадағалайды. Әзірлеушілердің айтуынша, оның көмегімен құпия деректерді алғысы келетіндерді табу еш қиындық тудырмайды. Жұмыс жасау кезінде қандай файлмен жұмыс істеген, сол файлды көшірген бе, USB-ге жазып, мысалы поштаға лақтырып, басқа адамдарға жерген бе, сол барлығын біз оны білеміз. Әр қадам, кісінің әр қадамы жазылады. Арнайы бір сол журналға жазылады, сосын біз көреміз. Қай қызметкер қандай іс-әрекеттерді жасады осы файлдармен. Яғни бұл мүмкіндік бізге осы заңға сәйкес құпия болып табылатын файлдарға ешкімнің заңсыз жұмыс істемегенін анықтайды. Режимдік кабинеттерге де кіру биометриялық параметрлер бойынша жүзеге асырылады. Есіктің жанына орнатылған арнайы құрылғылар адамның бет әлпетін сканерден өткізеді. Мұндай кабинеттерге рұқсаты бар адамдардың іс-әрекеттері де жазылады. Во-вторых, киберстраж. Екіншіден, киберстраж басшыларға қызметкерлері жұмыс уақытында немен айналысып жатқаны жайлы толық мәлімет береді. Осының арқасында жетекшілер компаниядағы еңбек өнімділігін арттыру бойынша кадрларға қатысты тиімді, объективті және шынайы шешімдер қабылдай алады. Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының барлық қызметкері бақылауға алынады. Жұмыс күні ішінде аталмыш жүйе олардың әлеуметтік желілер мен интернеттегі ойын-сауық бағдарламаларға қолжетімділігін бақылайды. Офиста жұмыс істейтін әр басшының бір өзекті сұрағы жұмыскерлер жұмыс уақытында қандай жұмыспен айналысады. Кейбір қызметшілер өкінішке орай жұмыс уақытында жұмыстан тыс медиа контентті қарап уақытын өткізеді. Киберстраж осындай әрекеттерге жол бермейді. Яғни қызметкер біледі, егер қазір ол әлеуметтік желілерге кірсе, белгіленген уақыттан көп отырса, маған тиісті хабарлама келеді. Сол есептің негізінде біз тиісті шешім қолдана аламыз. Дәл осы жүйе қызметкерлердің құпия болып саналатын құжаттарды жіберу қаупін жояды. Пошта арқылы жөнелтуге және электрондық құралдарға көшіруге тыйым салынған файлдар бар. Егер мұндай әрекеттер тіркелген болса, онда киберстраж оларды бұғаттайды. Бірінші кезекте бізде осы құпия болып табылатын ақпараттың таралуы. Әртүрлі жағдайларда, мысалы әлеуметтік желілерде тестілеу сұрақтардың фотосы шығады, біз ойлаймыз, осы фото құпия режимінен алынған ба, барып тексереміз, оны үлкен жұмысты бастаймыз. Тергеу жұмысы деп айтуға да болады, өйткені ол өте көп уақыт алады. Ал қазір егер бір фото шықса, біз көреміз, осындай ақпарат құпиялық емес және базадан ешқашан алынбаған. Өйткені барлық іс-әрекеттер жазалады. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлы Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.